армысыз қазақ елі. Бүгін міне атамыз Дінмұхамед Қонаев атамыз Ахметұлының үйінде Абайдың насихат өлеңін жатқа айту маған бүгін бұйырыпты. Рұқсат болса айтуға рұқсат етіңіздер. Көк тұман алдымызда келер заман. Үмітті сәулетіп көз көп қадалған. Көп жылдар көп күнді айдап келе жатыр. Сипат жоқ, суретте жоқ, көзін талған. Ол жылдар өткен күнмен бәрібір бәс. Келер кетер артында із қалдырмас. Соның бірі арнаулы таусымшақ күн. Ар жағын бір Алла біледі рас. Ақыл мен жан, мен өзім, тән менікі. Менікінің мағынасы екі. Мен өлмекке тағдыр жоқ, әуел бастан. Менікі өлсе өлсін, оған бекі. Қарағым, шырақтарым менікімде. Тән құмарын іздейсің күні түнде. Әділетпен ағылық, махаббатпен үй жолдасың қабірден әр өткенде. Малға сат, пайдаға сат қылығыңды, лай оймен тұнығыңды. Сонда өмірден алдамшы бола алмассың, ол білдірмей ұрламақ қызығыңды. Адам қапыл дүние дер менікі. Менікі деп тұрғанның бәр оныкі. Тән қалып, малда қалып, жан кеткенде, сонда ойла болады не сенікі. Әркімнің мақсаты өз керегінде, біле алмадым пысығын зерегінде. Сая жүзер сайқалдар, қапыл қалар, хақиқатта, діндағы тереңінде. Рахмет.